Bir күн бұрын бұрынғы экономика министрі Қуандық Бишімбаев әйелін ұрып өлтірді деген айыппен ұсталды. Бұрын сыбайлас жемқорлық айыбымен 10 жылға сотталған экс-шенеунік Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қол астында қызмет еткен болашақ бағдарламасының түлегі Бишімбаев жайлы не белгілі? Қуандық Бишімбаев 1980 жылы 11 сәуірде Қызылорда қаласында дүниеге келген. 99 жылы Қазақ мемлекеттік басқару академиясын бітірген. 2001 жылы Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін және сол 2001 жылы болашақ бағдарламасы бойынша Джордж Вашингтон университетінде іскерлік басқару магистрі дәрежесін алған. Экономика ғылымдарының кандидаты атағы бар Бишімбаевтың әкесі Уалихан 2000 жылдардың басында Дулати атындағы Жамбыл университеті ректоры болған. 2007 жылы Қазақстан Республикасы индустрия және сауда вице-министрі болған. 2009-2010 жылдары Қазақстан Республикасы президентінің көмекшісі болған. Ол 2013 жылы Бәйтерек ұлттық басқару холдингін басқарған. Бишімбаев 2016 жылғы мамырдың 6-сынан желтоқсанның 28-іне дейін ұлттық экономика министрі қызметін 6 айдан аса атқарды. Мансабының өрлеген тұсы мен қайта құлдыраған кезі осы уақытпен сәйкес келеді. 2016 жылы Бишімбаевтың үстінен іс қозғап жатқанын ең алғаш Назарбаевтың өзі айтқан. 30 желтоқсанда Назарбаев Бишімбаевтың үстінен тергеу шаралары жүргізіліп жатқанын хабарлап, осы мәселелерге қатысты қызметінен босатылғанын жеткізген. Осылайша Қуандық Бишімбаев қылмыстық қудалауға іліккен алғашқы болашақ түлегі болды. 2018 жылы 8 қаңтарда Бишімбаев сот процесі кезінде Назарбаевтың сенімін ақтай алмағаны үшін кешірім сұраған. Президенттің сенімін ақтай алмағаным әрі жаныма батады, әрі ұят. Кадр таңдауда қателікке ұрындым. Жақын тұтқан адамдар мені және сенімімді пайдаланып кетті. Мемлекет басшысынан, барша халқымыздан бұл үшін кешірім сұраймын, деген еді Бишімбаев. Қуандық Бишімбаевтың түрмеден босап шыққаны туралы ақпарат 2019 жылдың қазан айында шықты. Бюджеттің қаржысын жымқырғаны үшін 10 жылға сотталған экс-шенеуніктің жазасын жеңілдету туралы өтінішін сот 25 қыркүйекте қанағаттандырып, бостандыққа шыққан. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті берген түсініктемесінде Бишімбаев президенттен кешірім беруді сұрап өтініш жазды. Бишімбаев өзіне тағылған айыпты мойындап, ісіне өкінді. Сот белгілеген шығындарды өтеді. Жазасын өтеу кезінде өзін жақсы қырынан көрсетті, делінген. Кейін нақтырақ айтсақ 2022 жылдың қарашасында әлеуметтік желіде Бишімбаевтың қымбат көлікпен жүрген суреті тарады. Сол уақытта қоғам бұрынғы министрдің түрмеден тез босап шыққанын сынаған.